дүмпілді сезейік, аман есен жүрейік, қауіпсіздікті анықтап, тәртіпті талап болайық. Ал енді бізге тағы не бар, бізге қандай ақпарат әкелді? Тағы да балалар енді сіздерге мультик алып келді. Және жер сілкінісі туралы ақпарат алып кетті. Кәне көрейік балалар. Жер сілкінісі. Жер бетіндегі қатты дүмпулер мен тербелістер. Күтпеген жерде болып ауыр зардақтарға ұшырады. Ой-ой-ой, жер сілкінісі сияқты. Дереу далаға шығайық. Ал мен ешқандай жер сілкінісінен қорықпаймын. Енді не істейміз? Абайлаңдар. Қауіпсіз жерге тұрайық. Әне, үстелдің астына. Мен бәрібір қорықпаймын. Ой. Ой, меніңше тоқтады. Заттарын аласыңдар. Құжат. Тағы не салдың? Андағы не? Тамақ. Дейді, тамақ салдың не? Андағы не? Дәрі, өскімейді өзі. Тағы не? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді тексерейік. Али болды ба? Али не жинады? Кәне көрейік, Али. Али сен столыңда дұрыс ойыншықтарды алған жоқ, бірақ та дәрілер қажетті ғой. Дәрі бізге өте қажет болады, саны ғой. Тыңдаңыздар, жер сілкінісі болады. Мұқият боламыз, абай боламыз. Мы привыкли с детства каждый день приходить в любимый детский садик, просыпаться рано утром лень. Что же тут поделать, если надо? Разбегутся утром кто куда. Старшая сестра и папа с мамой, в школу, на работу, даже бабушка и та учиться по делам своим упрямо. Ну а мы спешим сюда. Детский садик наш любимый, самый светлый и всегда самый лучший и неповторимый. Взрослые нас за руку возьмут, и пойдем мы вместе утром ранним. Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут наши воспитатели и няни. Если завтра скажут мне опять: отдохни сегодня, воскресенье, буду я по садику любимому скучать, непременно всем на удивление.